Сәлем достар, міне сіздерге уәде еткен ыстық салат рецептін көрсетіп жіберсем сіздерге. Екі уксус, сосын листья салаты, өздеріңіз көріп тұрғандай заттар керек. Бірінші өзіміздің баклажанымызды осылай төрт бұрыш етіп, сіздер қалаған формада істей аласыздар, өздеріңіз біліңіздер. Мен осылай төрт бұрыштадым. Енді ыдысымызға салып аламыз. Жаңағы біздің баклажандарымызды енді кукурузный крахмал керек болады. Одан 3 ас қасық қосамыз. Достар, кукурузный крахмалды сіздер тек қана мен көрсеткендей салуларыңыз қажет, әйтпесе оның баклажанның дәмі шықпай қалады. 3 қасық салып, жақсылап араластырамыз. Крахмалы бүкіл баклажанға жайылу керек. Енді біз осы табағымызды алып газға қоямыз. Ішіне май құйып, жаңағы біздің баклажандарымыз саламыз. Достар, баклажанды анау май сымай тұрған кезде салыңыздар. Әйтпесе ол қатты шытырлайды. Қолдарыңызға күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Енді біз листья салатамызды үйістіп алып, бәрін саламыз. Бірінші листья салатаны салу керек, достар. Енді бізге шпинат келесі. Енді қиярымызды осылай ортасынан бөліп аламыз. Мен ұзынша етіп, және көлденеңнен турадым. Сіздер қалаған пішіндеріңізде турай аласыздар. Міне, мен турап болдым. Енді қызанақтарымызды барлығын ортасынан бөліп шығамыз. Сіздерде кішкентай қызанақ болсын, үлкен қызанақ болсын бола береді. Бірақ чили қызанағы жақсырақ. Енді ашты біздің бұрышымызды жақсылап турап, жаңағы ыдысымызға салып аламыз. Енді шай қасық бал, және мен сіздерге өткендегі салатта көрсеткен бұл уксус. Сол уксусты бір үлкен қасық салып аламыз, құйып аламыз. Сіздер қалаған уксустарыңызды құйсаңыздар да болады. Соя соусы бола береді, қалған соустарыңыз бола береді. Және осы бір соусты да құйдым мен. Енді бәрін жақсылап араластырып, жаңағы салатымызға құйып аламыз. Осы уақытта баклажанымызда қуырылып болды. Енді баклажанымызды салып алып, жақсылап, енді араластырамыз. Достар, мінекей осындай біздің салатымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, мен сіздерге көп видео шығаратын боламын. Сіздер бұл салатты уәде еткенімдей міне осылай жасадым.